Сәлем менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздермен өте керемет дәмі енді тіл үйретін, таңдайыңыздан кетпейтін осындай бір әдемі дастарханыңызды ашатын тойымды әрі дәрумендерге бай салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіз, барлығына ұнайтыны сөзсіз. Алдымен табаға етімізді ұзыншалап турап, сәл ғана сұйық майда соевый соус қосып, қуырып, кейін қақпағын жауып бұқтырып, жай отта пісіріп алатын боламыз. Соевый соус қосқаннан кейін ол тез пісетін болады. Және болгар бұрышын, помидорымызды, қиярымызды осылай ұзыншалап турап, барлығын еттің үстінен бірінен кейін бірін саламыз. Және брокколиді ыстық суда бір қайнатып алып, суытып, өзіңізге ыңғайлы бөлшектерге бөліп, яғни тым үлкен болса, кішкене бөлшектерге бөліп осылай салыңыз. Үстінен тұзымызды, қызыл бұрышымызды саламыз. Менде чили бұрышы болды. Және қызыл пиязымызды ұзыншалап, жіңішкелеп, турап саламыз. Сарымсақ қосамыз. Сарымсақты да жіңішкелеп турасаңыз болады, немесе уақтап турасаңыз болады. Және үстінен соя соусын құйып, одан кейін сұйық майымызды құйып, енді салатымызды жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Менің ыдысым араластыруға кішкене тарлық еткеннен кейін кең ыдысқа салып, асықпай араластырып алдым. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіз. Барлығына сөзсіз ұнайды. Етпен бірге бұрыштардың, жаңағы брокколидің дәмі деген өте керемет болып тәбетіңізді ашатын болады. Ашылығы, барлығы үйлесім тауып, және бұл салат кішкене тұрғаннан кейін сәл сөлі шығып, сочный болып, өте керемет болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Байқасаңыз, осы брокколи қосылған салатты, жалпы брокколиді қиынсынамыз ба, немесе қолжетімсіз деп ойлаймыз. Негізінде ол қолжетімді, бағасы да, барлығы да әрі қазіргі таңда әр супермаркеттен табылады. Сондықтан қиынсынбай осы салатты жасасаңыз, қайта-қайта жасайтындай, бір дастарханнан шықпай бітіп қалатындай болып шығады бұл салат. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес берер едім. Әрі дәруменге бай, өте тойымды салат болып шығатыны сөзсіз. Менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, пікіріңізді және лүпіліңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше.